Құрметті әріптестер, ассалаумағалейкум. Мен Құбай Дидар Атырау футбол клубына тренер болып жұмыс жасаймын. УЕФА категориясында тыңдаушымын. Бізде үй тапсырмасы видеоанализ бірінші, екінші модульдің видеоанализі тапсырылған болатын. Сол туралы шағын видеоанализ. Так, біздер бірінші модульда Б категория курсын бастадық. Zoom форматында онлайн сабағымыз өтті. Бірінші модульда біздер қандай тақырыптарды қозғадық? Б лицензиясы бізге не береді? Қай қалада болады? Инструкторларымыз кімдер? Және наставниктарымызбен танысқан болатынбыз. Және де бұл лицензиямен біз қандай бағытта, қай жастағы жасөспірімдермен жұмыс жасай алатынымызды білген болатынбыз. Және де жалпылама оқумен таныстық, межмодульный жұмыстармен таныстық, не талқылайтынымызды, қандай платформамен жұмыс жасайтынымызды, және де Easy Coach деген платформада тіркелген болатынбыз. Сол платформада таныстық тоже. Және біз бірінші модульда не өттік? Б санатындағы тренердің профилі, цели задачи дейді. Ең үлкен мақсатымыз қандай? Бұл мақсатымыз балаларды алдағы дамыту, развивать ету дейді, жаңағы сол туралы. Және ол балаларды дамытуды біз қандай оларға условия, қандай тренировкалар жасай аламыз, сол туралы болған болатын. Жалпы мақсатымыз футболшыны әрі ойыншы, әрі тұлға ретінде дамытуды жалғастыруымыз қажет. Және балалардың дене даярлығы, физподготовка дейді ғой, сол жөнінде талқыладық. Оның ішінде ОФП және СФП деген сияқты балалардың жас ерекшеліктерімен, психикалық қасиеттерін және оларды дамыту жолдарымен танысқан болатынбыз. Және правила игры, дух игры дейді ғой, ойын ережелері және ойын рухы, адал ойын төрешілерге, соперниктерге деген сияқты сол жөнінде тақырыптарды қозғадық. Және сөйтіп бірінші модульді біз аяқтаған болатынбыз. Екінші модульіміз офлайн форматта Ақтөбе қаласында жалғасты. Ол жақта координационная способности дейді, общая специфическая координация жөнінде сабағымыз жалғасты. Одан кейін тренировка құрастыру, қандай бағытта, қалай құрастыру, және де бәрі бір-біріне сай болу керек жөнінде, организация жөнінде, взаимосвязь болу керек қой араларында, сол жөнінде тренировка құрастырып, сол жөнінде сабағымыз жалғасқан болатын. Және ойынның принциптері, принцип игры дейді ғой, ойын принциптері жөнінде, жеке принциптер және командалық принциптер, сол жөнінде тақырыбымыз жалғасқан болатын. Және де үй тапсырмаларын алдық. М+ начало атаки бірінші, екінші зонада, построение, развитие атаки, сол жөнінде сабақтарымыз жалғасты. Және тренировканың структурасы, план конспект құрастырдық. Бәрі бір-біріне сай болу керек екен. Тренировканы пландап, тренировка өткізіп болғасын, және видеоанализ, өзімізге керек моменттерді қиып алып, тренировка өткізіп болғасын, және матч өткізіп болғасында видеоанализбен жұмыс жасау керек екенін түсініп, сол жөнінде дальше сабағымызды жалғастырдық. Жалпылама айтқанда, көп нәрсе балалардың координациясына, деталь дейді ғой, детальдарға көп мән беру керек екенін түсіндік. Және де тренировка құрастырғандарда жаңағы өзіңе керек принциптерді алып, оған суб принциптер болу керек, ол суб принциптен кейін суб принциптер болу керек. Сол жөнінде біліп, жеке индивидуальный суб принцип, командный суб принцип деген сияқты сол жөнінде сабағымызды аяқтап, мен ойлаймын, өте продуктивный сабақ бірінші, екінші модуль болды деп. Сол жөнінде қысқаша өзімнің шағын видеоанализімді түсірген болатынмын. Енді бұйырса бәріне сәттілік, сабағымызды жақсы аяқтап шығайық.